балаға 500 жылға дейін дарып тұрады деген екен. Мына қос текті елдің алтын тамырынан тарап, қос елді бақытқа бала боқтар, сырым менен сымбаттың бақыты баянды болсын, қуанышымыз, құдалығымыз құтты болсын, той тойға ұласын деген ниет берем. Біз енді сіздердің құрметтеріңізге тамаша таланттардан құралған үш қоңыр тобының жігіттерін ортаға алдырсам деп отырмын. Ортаға. Енді қадірлі ағайын, мына құрметті құдалар, мына ауыр жүкті көтерсе, артық орны бір бөлек, көңілінде көтерсе, әннің орнына бір бөлек деседі. Келген жаңа құдаларымыз бен қонақтарымыздың құрметіне мына талай тойдың басағын жайнатып, қазағын қайнатып, үлкен кішінің алғысын алып жүрген үш қоңыр тобының жігіттерін бір жақсылап қосып қошемет көрсетіп, той құтты болсын ағайындар. Әпше, жігіттерін алып жоқ болсын. Қуаныш құдалығымыз құтты болсын деп, жаңа ғана жақсы тілек ақ ниет жолдаған құдалардың, құдағилардың, құдашалардың құрметіне әсем әнін үш қоңыр тобының жігіттері тартып өтсін. Той құтты болсын. Ağlamayın.
келдіңіздер. Қуаныш құтты болсын, той құтты болсын. Әулеттеріміздің төрінен бір береке, бірлік, ырыс пен ынтымақ кетпесі деген ниетіміз бен тілегімізді ақтара отырып, әдемі ақ тілектің бастауын жігіттен де жігіт бар, азаматының орны бір бөлек, тұлпардан да тұлпар бар, қазан атының орны бір бөлек, қыздардан да қыздар бар, ананың орны бір бөлек, шалдардан да шалдар бар, дананың орны бір бөлек деген қазақ емес пе? Әулеттің үлкені көп жігіт атамды құрметтеп қойсақ, той құтты болсын ата. Құрмет қонақтар, әдемі әніміз, керемет осыларға әндер сіздерді құрметтеріңізге жолданып жатқан жайы дегенменен бұралғы сөз күлмекке жақсы сезет. Баяғыда бір апамыздың 3 қызы және де бір ұлы болған екен. Қызын қияға, ұлын ұяға қондырып, 60-қа келген тойын жасаса, сол тойдың төрінде мен құсап шығып, тамада қыздың тілегі қабыл болады ғой деп, әлгі апамыздың 3 қызын шағырып тілек беріп жатса, үлкен қызы шығып айтқан екен: апа, 70-ке келіңіз, мен сізге 70 жас тілеймін деп. Сөйтсе екінші қызы: апа, 80-ге келіңіз, мен сізге 80 жас тілеймін десе, үшінші қызы микрофонды тартып алып, Алладан түйе сұраса бие береді деген. Мен мына төрімізде тұрған анама, анашыма 100 жас тілеймін, 120 жас тілеймін десе, асханада тірлік істеп жүрген келіні өздері бақпағаннан кейін үшеуі оттай береді деген екен да. Құдай қаласа бүгінгі айтылатын барлық тілегіміз қабыл болсын, мұратымыз асыл болсын, бастысы сырым менен сымбат, бақытты болсын ағайындар.
Құдамсың сен, мені көкке балаған, жолыққанда қыл өтпесін арадан, әлім сақтан, белгілі бұл қазаққа, ұрпағымен мың жылдыққа тараған деседі. Өсіп, өнген, өнеге көрген, мерекелі Кенжалиевтер әулетінің төріне енген қылау түспеген жаңа құдалардың атынан біз Нұрлан құдаменен ақылдаса келе Ауданбек құда бастаған жаңа құданың ер азаматтарын түгендеп бір жақсы тілек ер азаматтардан болсын деп жатырмыз ағайындар. Ауданбек құда келіңіз, Шәмшидин құда, Шамғали құда, және де Қуаныш құда менен Әбілсейіт құда, Ержан құда менен Бақчан, Нұрсұлтан құдаларды құрметтеп, төрімізге қарсы алып қоямыз.